ютубта, инстаграмда, тиктокта әрқашан трендовый видеоларды түсіргің келе ме? Немесе ютуб каналды жаңадан аштың, неден бастарыңды білмей жатсың, идеяң бітіп қалды. Осындай жағдайларда саған 100% көмектесетін бір тәсіл бар. Мен оны қазір саған үйретемін. Ол адамдар интернетте нені іздеп жатыр, соны көрсетіп беретін сайт. Яғни біз әлем бойынша немесе Қазақстан бойынша адамдар қазіргі уақытта ең көп нені іздеп жатыр, соны тауып, зерттеп, табылған ақпаратқа байланысты видеоны қызықтырып түсіретін боламыз. Ол керемет сайттың аты Google Trends. Google'де 1 минутта адамдар 4 миллионға жуық өздерінің керекті ақпараттарын іздейді екен. Соған байланысты Google 1 жыл ішіндегі, яғни 12 айдың ішіндегі, 5 жыл ішіндегі, соңғы 3 айдың ішіндегі, соңғы 1 айдың ішіндегі деген сияқты адамдардың ең көп іздеген поисковой запрос деп айтады ғой, яғни адамдардың іздеген тақырыптарын анализ жасап бізге көрсетіп беретін болады. В общем, қарапайым тілмен айтатын болсақ, сіз дәл қазір адамдар нені көп іздеп жатыр, не нәрсеге көп қызығып жатыр, соны біліп аласыз да, соған байланысты видео түсіретін боласыз. Ендеше кеттік, үйренеміз. Ең алдымен достар, мінекей көріп тұрғандарыңыздай Google Trends деген сайтқа Google'дан іздеп кіресіздер. Осындай болып шығады. Тіркеліп алсаңыздар да болады, немесе тіркелмесеңіздер де болады. Бұл жұмыс жасай береді. Көріп тұрғандарыңыздай мен тіркелдім, мінекей Қазақстан деп тұр. Бұл жерден главный бізге ең керегі, қазір мен көп сөзбен айтайын, обзор, бұл негізі аналитика. Обзорға кіресіздер, міне анализ деп тұр. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай запрос, яғни бұл жерге сіздер iPhone 14 деген сияқты іздейсіздер, соған байланысты қандай тақырыптар көп іздеп жатыр, соны шығарып береді. Мінекей мына жерге былай шығарып береді. Енді біріншіден бастайық. Бұл бізде Қазақстан деп тұр, яғни страна. Мен қазақша контент түсіретін болғандықтан да қазір Қазақстан деп қойдым. Ал егер де сіз Россияға түсіретін болсаңыз, Россияны таңдайсыз, по всему миру деп тұр, бүкіл мирға түсіретін болсаңыз, бүкіл мирді таңдайсыз деген сияқты. Сонымен қатар мынау 12 ай ішінде, немесе бұны басып, мінекей мысалы 5 жыл ішінде қандай заттар тренд болды, 90, яғни 3 айдың ішінде қандай заттар тренд болды, соны біліп алсаңыздар болады. Одан кейін все категория дейді. Бұл жерде өздеріңізге керек категорияны таңдайсыздар. Мысалға наука. Сіз қандай бағытта өзіңіздің каналыңызды жүргізесіз? Развлечение ма, роботтарға байланысты ма, спортқа байланысты ма, хоббиға байланысты ма, финансқа байланысты ма деген сияқты. Бұның ішіне бір рет баса салмайсыз, мына жерде бассаңыз, ішіне тағы да кіреді. Көрдіңіз бе? Банковские услуги дейді, гранты, инвестиции. Мысалы, қазір инвестиция қызық тақырыптардың бірі болып бара жатыр да. Все категория қоя салам. Ең соңғысы веб-поиск, яғни бізге ең керегі осы. Бұл жерден біз YouTube поискіне YouTube дегенді басамыз, мінекей. Сол кезде бізге YouTube'тан адамдар қандай запростар тастап жатыр, ең көп соны бізге көрсетіп беретін болады. Одан кейін тема поиска және де поисковый запрос деп тұр. Ол белгілі бір тақырыптар, яғни осы Wednesday сериал мысалға ең атақты болған осы жылдың ішінде деген сияқты. Бірақ бізге бұл жерде көбінесе керек поисковый запрос, яғни адамдар нені көп іздеді. Мынау тұрған, осы бізге керек. Skibidi туалет дейді, бірінші орында тұр. Яғни бір жылдың ішінде осы Skibidi туалет деген ең көп ізделген екен. Сверхпопулярный деп тұр. Музыка 2023 ең көп ізделген, Черный двор көп ізделген екен. Бұл мен келсем. Одан кейін әрі қарай бұны тағы көргіңіз келетін болса, 1-ден 25-ге дейін топ беріп қойған. Соны былай, мысалға танцуй, если знаешь этот тренд дейді, мужское, женское дейді, кино дейді, көзмоншағым дейді, тоғыншы орында. Бақыттың кілті дейді. Андай адамдар қ дегендерді жазбай іздейткен көрдіңіздер ма? Ертең біз мысалға видеоларымызға мысалға бақыттың кілті деп жазатын болсақ, ол көп шықпай қалуы мүмкін. Соған байланысты бақыттың кілті деп жазу керек екен. Жездуха дейді. Жездуханы біраз деп запты, көрдіңіздер ма? Жездуха прям в тренде. Кеттік әрі қарай. Астарлы ақиқат дейді. Чина дейді. Чина, браттан, в шапане, оны. Одан кейін жездуха 39. Осылай мінекей достар, өйстіп 25 ең көп ізделініп атқан қазір осылар екен. Нарахате. Бұл бір жылдың ішінде. Давайте қазір біз көрейік. 3 айдың ішінде ең көп ізделінген. Я отвечаю, Чина бірінші орында тұру керек. Чина. Бірінші орында мінекей Чина деген музыка тұр. Одан кейін Шахристан дейтін білмейді екем. Давайте достар, Чина енді топ ол белгілі. Шахристан деген іздеп көрейік. Сіздер может білесіздер, мен білмеймін бұны. Шахристан. Көжет ойыны. Жоқ, бұлай жазасылайық шынайқа. Ютубқа кірем. Шахристан не шықты. Мына сериал сияқты. Какой-то сериал мұны.
Банау бір нормальный болып жатқан сериал сияқты бұл. Осы 3 айдың ішінде Чина бірінші орында тұр, Шахристан тұр, Скибиди туалет дейді, білмеймін. Мынау ойын, Скибиди туалет дейтін бір ойыны. Ханата 4-ші орында тұр. Сәлем жеке жандар болып тұр ғой бұл. 5-ші орында Черный двор тұр. 6-ші орында Ханата тағы да тұр. Порто-Рико дейді 7-ші орында. Мінекей достар, мынау қазіргі 3 айдың ішінде ең хит болып жатқан, тренд болып жатқан нелер, поисковый запростар. Енді бұл жерден сіз білем, өзіңізге керегін таппай тұруыңыз мүмкін, өзіңіздің салаңызға байланысты. Соған байланысты мысалға сіз технообзор түсіреді деп алайық. Сіз iPhone 15, қазіргі хит болатын iPhone 15 деп басамыз, мына жерге кетті. Сонда адамдар iPhone 15-ке байланысты қандай запростарды көп жазады, қазір соны көрсететін болады. Мінекей. Мынау 3 айдың ішінде, так, июльдің 20-сы прям пикте болған екен. Қазір мінекей августтың 22-сі уже қайттан пикке келатыр. Өткен сентябрьде iPhone 15 шығады, соған байланысты адамдар іздеп бастайды. Көрейік. Мінекей. Восточно-Казахстанский область дейді. Прям ең көп іздейтін область мынау. Атырауский область, бірақ бұл бізге керек емес. Көріп тұрғандарыңыздай iPhone 15-тің презентациясын іздеген екен ең көп. Вот. Одан кейін көрейік мысалға. Так, осылай. Pinduoduo деп іздеп көрейік енді. Мінекей өсіп жатыр, қарап тұрғандарыңыздар. Қазір вообще актуальный болып жатыр деген сөз. Қызылорда облысы. Ең бірінші орында Қызылорда облысы көп іздеткен. Pinduoduo'ны, одан кейін Атырау, Батыс жақ. Pinduoduo скачать дейді. Мінекей көбісі. Как скачать Pinduoduo дейді. Pinduoduo Android дейді. Как заказать с Pinduoduo. Кілең мынау запростардың барлығы осылай популярный. Pinduoduo скачать на Android дейді. Яғни адамдар Androidқа жазғысы келіп жатыр. Размер Pinduoduo дейді. Размер табуды үйретсеңіздер болады. Pinduoduo как заказать в Казахстан дейді. Pinduoduo дейді. Cargo дейді неқта бір вообще. Pinduoduo Cargo дейді. Мінекей достар, осындай запростарды біліп алып, трендтегі аналар барлығы осыны сұрап жатыр қазір. Осы видеоны, осындай видеоларды таппай жатыр деген сөз. Осыны түсірсеңіздер болады екен. Давайте енді біз примерно түсіндіңіздер. Енді категория бойынша іздеп көрейік. Все категорияға басамыз. Давайте категорияға игры деп көрейік. Егер сіз ойын контентін түсіретін болсаңыз, игры деп басамыз. Мінекей 100 мен 75-дің арасында, яғни жақсы, күнделікті ізделініп жатыр деген сөз. 2023 тема дейді, Pokemon Scarlet дейді, Diablo дейді, компьютерная игра дейді, нағынызына өте жақсы ізденіз. Мінекей достар, мынаның барлығы ізделініп жатыр деген сөз. Мына жақта Queen Card дейді, FIFA 2023, Need for Speed, мыналардың барлығы ізделініп жатыр деген сөз. Magic 5, Warzone 2, Diablo, Minecraft дейді. Мыналардың барлығы бабала дейді. Mortal Kombat 1 дейді. Mortal Kombat қазір новыйдан шығып отыр, бұны іздеу керек. Яғни трендте тұрған осы запростар қазір бізде. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай оп-оңай, особо қатты қиын емес. Сіздер де осылай өздеріңіз не түсірулеріңізді білмей жатсаңыздар, қазір не тренд екенін білмей жатсаңыздар, осы сайтқа кіріп барлығын толық біліп алсаңыздар болады. Осылай көріп алсаңыздар, сөйтіп өздеріңізге идея тауып, видеоларыңызға YouTubeға, Instagramға, TikTokқа идея тауып, видеоларыңызды әрі қарай түсіре бересіздер. Оңай екен, қатты қиын емес. Вот мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай түкте қиын емес. Трендті анализ жасайсыздар, видеоны түсіресіздер, қызықтығып YouTube-тарыңызға саласыздар, просмотрларды жинап бастайсыздар. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз, түсінбеген жеріңіз болса, комментарияға жазып кетіңіз, мен міндетті түрде жауап беретін боламын.